Қалайсыздар? Бұл Essential Grammar University кітап бойынша ағылшын тілі сабақтары. Біз 22-ші сабақтамыз, Unit 22. A1, A2 деңгейіндегі сабақтар бұл ағылшын тілінің. Біз қазір passive to екінші пассивқа келдік. Бірінші пассив 21-ші сабақта өткен едік. Ол кәдімгі past simple мен келісетін, past present simple мен келісетін қарапайым пассив болды. Қазір енді present continuous passive. Present continuous жалғасып келген пассив. Қараңыздар. Бұрында біз present continuous дегенді өттік. Present continuous, past continuous, яғни ол бір нәрсе қазір істеліп жатса. Мысалы, I am watching TV. Мен қазір телевизор қарап жатырмын. I am watching. Қазір қарап жатырмын. Бұл сабақты біз 8-ші юнитта өттік. Қарап шықсаңыздар, егер де білмесеңіздер. Мысалы, somebody is painting the door. Мысалы, somebody'дің орнына Арман, Әлшер деп қоюға болады. Мысалы, Әлшер is painting the door. Әлшер есікті сырлап жатыр. Қарасаңыздар, сырлап жатыр, әлі бітірілмеген. Картинканы қарайтын болсаңыздар, суретті. Енді осыны пассивте айтатын болсақ, яғни істеушіні білдіртпей, сөйлемде істеушіні көрсетпей, білдіртпей айтатын болсақ, яғни есік краскіленіп жатыр деп айтатын болсақ, есік сырланып жатыр деп кім істеп жатқанын, Әлшер істеп жатқанын көрсетпей сөйлемде айтатын болсақ, онда the door is being painted деп айтамыз. Is being painted. Мына жерде қараңыздар, шатаспау үшін мынандай нәрсе істеуге болады. Мысалы, is being painted деді ғой, painted-ті сыза тұрайық. Сөйлемде жоқ сияқты қылайық. Сонда қараңыз. Somebody is painting, is being. Мысалы, is келді, painting, ing-бен келді, being, ing-бен келді. Осы нәрсе бірге жүреді, екеуі is being болып, содан кейін не істеді? Мысалы, cleaned, тазалады, painted, played, ойналды, built, құралды. Соңғы сөздер осы бұл past participle етістігі содан кейін келеді. Сонда қараңыз. Somebody is painting the door деген ол present continuous, ал the door is being painted деген ол present continuous passive. Енді мысалдарды қарап көрсек. My car is at the garage. Менің машинам гаражда. It is being repaired. Ол ремонтталып жатыр. Кім ремонттап жатқаны белгісіз, ол ремонтталып жатыр. Қазір ремонтталып жатыр осы жерде. Мына скобкаде somebody is repairing it. Мысалы, Әлшер is repairing it. Бұл деген present continuous пен. Ал пассивті it is being repaired. It деп мына жерде машинаны айтып тұр. Яғни my car is being repaired. Some new houses are being built opposite the park. Кейбір жаңа үйлер салынып жатыр паркке қарама-қарсы. Somebody is building them. Оларды біреу салып жатыр. Біреу оларды салып жатыр. Somebody. Мысалы, somebody'дің орнына қайталап айтып жатырмын. Мысалы, Әлшерді қоюға болады. Арманды қоюға болады. Любой атты қоюға болады. Арман is building them. Ол қарапайым present continuous. Ал кім салынып жатқанын білдіртпеу үшін are being built. The houses are being built деп қолданамыз. Compare the present continuous and present simple. Present continuous пен present simple'ді салыстырып көрейік. Бірінші continuous. The office is being cleaned at the moment. Office қазір салынып жатыр. Қазір салынып жатыр. The office is cleaned every day. Офис әрдайым тазаланады, тазартылынады. Жаңа үстінде салынады деп айтқан сияқты тазартылады. Офис жоғарғысын қайттан оқып жіберейін. The office is being cleaned at the moment. The office қазір тазартылып жатыр. Ал simple-да the office is cleaned every day. Офис әр күн сайын тазартылады. Күн сайын тазартылады. Жалпы ол хабарлама. Ал үстіндегі именно қазір істелініп жатқаны. So in Britain, football matches are often played at the weekend, but no matches are being played next weekend. Британияда футбол матчы демалыста ойнатылады. Әрдайым демалыста ойнатылады дейді. Бірақ келесі демалыста
ешқандай матч ойнатылмайды дейді. Ешқандай матч ойналмайды. No matches are being played. Мына жерде are being played деген continuous қой. I'm мысалы playing tennis continuous. Бірақ I'm playing tennis деген бұл кітапта ол ереже келген жоқ. Келесі деңгейлі кітапта осының Grammar in Use деген көк кітабында ол келеді. Мына I'm playing tennis деген мысалы мен қазір теннис ойнап отырған деген осы I'm playing кейбір кезде болашақ мағынасында береді. Мына жерде болашақ мағынасында келіп тұр. Are being played деген ойналады next week, келесі аптада. Қазір кішкене түсінікті болмаса, келесі кітапта ол келетін болады, түсінікті болады деп ойлаймын, иншалла. Келесі ереже present perfect passive. Present perfect дегенді біз өттік. Бір нәрсе өткен шақта істетіліп, бірақ көрінісі қазір, результаты қазір көрініп тұрған нәрсені, оны present perfect. Present perfect мысалы Арман has painted. Арман сырлады. Арман has painted. Арман мысалы somebody немесе біреу somebody has painted the door. Біреу есікті сырлады. Кім екені мына жерде белгілі. Біреу немесе Арман has painted. Осы has, сосын үшінші етістік келеді. Ол деген, міне қарасаңыздар, жасылға есік сырланып тұр. Wet paint деп тұр. Несі краскасы кеппеген әлі. Міне предупреждать етіп бізді жазып қойған. Яғни бұрын істелінді де, бірақ результаты қазір көрініп тұр. Сырланған, сыры кеппеген. Соны present perfect дейді. Somebody has painted. Енді соны пассивқа білдірткіміз келсе, кім краскілегенін, кім сырлаған білдіртпей, істеушіні білдіртпей сөйлем құрайтын болсақ, онда есік сырланған дейміз. Кім сырлаған айтамыз. Мысалы, жоғарда Арман сырлады есікті, а мынау есік сырланған. Енді қалай ол present perfect айтылады? The door has been painted. Жаңағы бастапқы бетте айтқандай түсінікті болу үшін мына painted-ті сызып тұра тұрайық. Painted-ті сызыпсаймыз. Сол кезде мына жерде has painted. Present perfect has painted болып тұр. Астында да has been. Яғни painted деген мына жерде. Painted деген мына жерде етістіктің үшінші түрі ғой has-тан кейін. Мына been-ді, be-дің етістіктің үшінші түрі. Has been. Екеуі бір-біріне ұқсайды. Painted-ті сыза тұрдық. Осылай келтіріп аламыз. Содан кейін painted-ті қоя аламыз. Немесе built, немесе cleaned, немесе played деген сияқты, немесе done деген сияқты. Осы үшінші. Сонда мына жерде екі-үш етістік. Үшінші формалы етістік екі рет келіп тұр мына жерде. Еще been болып келіп тұр, еще painted болып келіп тұр. Мысалдарды қарап көрейік. My key has been stolen. Менің кілтім ұрланды. Кім ұрлаған белгісіз мына жерде. Мына скобкада белгілі түрі somebody has stolen it. Біреу оны ұрлады. Мына жерде my key has been stolen. My keys have been stolen. Менің кілттерім ұрланды. Яғни мына результат қазір көрініп тұр, сізде кілттер жоқ. I'm not going to the party. Мен вечеринкеге барайын деп жатқан жоқпын. I haven't been invited. Мен шақырылмадым. Мені шақырған жоқ былай айтқанда. Nobody has invited me. Ешкім мені шақырған жоқ. Has this shirt been washed? Бұл көйлек жуылды ма? Has somebody washed it? Біреу оны жуды ма? Осындай келтіріледі. Been washed. Has been washed. Compare the present perfect and past simple. Енді past simple мен present perfect'ın айырмашылығын салыстырып көрейік. The room isn't dirty anymore. It has been cleaned. Бөлме немес дейді. Лас емес дейді. Бөлме лас емес дейді. It has been cleaned. Ол тазартылды. Результаты лас емес. Результаты көрініп тұр. Осы present perfect қолданғасын. It has been cleaned. Ал past simple'ында қарапайым. The room was cleaned yesterday. Кеше бөлме тазартылды. The room was cleaned. Қарапайым was cleaned. Осыны өттік біз. I can't find my keys. I think they've been stolen. Мен кілттерімді таба алмай жатырмын. Мен ойлаймын олар ұрланды. Яғни кілттер. Present perfect. Егерде past simple қарапайым айтылатын болса, жалпы хабарлама my keys was stolen last week. Менің кілттерім өткен аптада ұрланды. Бұл тақырып бірден тек кейбіреулерге түсініксіз болады. Жайлап отырып ойлану керек. Қарап, ойланып, неге осылай болды деп кішкене ойлансаңыздар, иншалла түсінік келеді.
осымен сабағымыз бітті. Лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, бізбен бірге болыңыздар иншалла.